14-ші сұрақ. Егер бір тор көзінің ауданы 1 дециметр квадрат болса, боялған фигураның ауданын табыңыз. Міне мына жақта боялған фигурамыз. Ол бізде шаршы емес, тіктөртбұрыш емес, сол үшін олардың формулаларымен оны табуға болмайды. Фигура күшейтілген масштабпен салынған дейді. Жарайды. Енді осындай фигураның ауданын қалай табуға болады? Мен мына жақта осы бізге түсініксіз фигураны түсінікті фигураларға бөлемін. Не жасаймын? Қараңыз. Осы екі шетті байланыстырамын және мына жақта бұлай бөлемін, мына жақта бұлай бөлемін, бұрыштарға дейін. Енді қараңыз. Мына жерде 4 тіктөртбұрышты 3 бұрыш пайда болады. Міне біріншісі, мынау екіншісі, үшіншісі және төртіншісі. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші фигуралар. Енді бірінші фигураның ауданын табу үшін біз не жасаймыз? Оның қараңыз қабырғалары мына жерде 2 дециметр, өйткені әрбір тордың ауданы 1 дециметр квадрат болса, ол дегеніміз бір тордың ұзындығы ол 1 дециметр. Сонда бұлай 2 дециметр, бұлай 2 дециметр. 2-ні көбейтемін 2-ге, ол бізде қараңыз 2 қабырғалары, бұлай 2, бұлай 2. Бірақ ол тіктөртбұрышты 3 бұрыш болғандықтан, біз оларды біріне көбейткенде, одан кейін 2-ге бөлу керекпіз. 2 мен 2 жойылады, шығады 2 дециметр квадрат. Ол осы бірінші фигураның толық ауданы. Екінші фигураның толық ауданын табамыз. Енді қараңыз, бұлай 2, бұлай 3. 2-ні көбейтеміз 3-ге, бірақ одан кейін 2-ге міндетті түрде бөлу керекпіз. Өйткені тек қана жартысы мына тіктөртбұрыштың. Қараңыз, бұлай болса ол тіктөртбұрыш болатын еді. Біз 2 мен 3-ті көбейтеміз және 2-ге бөлеміз, тек қана жартысы керек. Қысқартылады, шығады 3 дециметр квадрат. Ол осы екінші фигураның ауданы. Үшіншісі, бұлай 3, бұлай 3. 3-ті көбейтеміз 3-ге, бөлеміз 2-ге. Шығады 4,5 дециметр квадрат. Ол бізде осы фигураның ауданы. Және төртінші амалымыз, ол бізде 2-ні 3-ге көбейтеміз. 2 көбейту 3, бөлу 2, бұлай қысқартылады, шығады 3 дециметр квадрат. Ол осы төртінші фигураның ауданы. Және толық фигураның ауданын табу үшін біз осы фигуралардың барлығын аудандарын қосамыз. 2 қосу 3, қосу 3, қосу 4,5. Бізде шығады мына жақта 5, 8, 12,5 дециметр квадрат. Осы толық фигураның ауданы. Жауаптардың ішінен Б жауабы бізде дұрыс.